Сөзмаржан қазақ тілі мен әдебиет пән бірлестігінің 10 күндігіне орай бір өлеңі, бір әлем болатын мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқудан пән бірлестіктеріне челлендж жолдаймын. Қабыл алыңыздар. Мұқағали Мақатаев, дүниенің ағында қарасында, мыңқ етпейсің қабылда баласында, қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Осы челленджді жалғастыруға өнер сүйер әріптесім математика пәнінің мұғалімі Алаева Гүлсанам Полатқызына жолдаймын. Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің 10 күндігіне орай ұйымдастырылған «Жырлайды жүрек» атты челленджін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Досболатова Анар Досболатқызынан қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Ал енді осы челленджді мен ұйғыр тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Абдрахманова Азиянға жолдаймын. Армысыздар, құрметті әріптестер. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 10 күндігіне орай «Жырлайды жүрек» атты челленджін Алаева Гүлсанам Полатқызынан қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев. Мен сүйемін өмірді. Күлемін де жылаймын, жылаймын да күлемін. Неге ғана бұлаймын, өзім ғана білемін. Өкінбеймін өмірге, босқа келген екен деп. Өкінемін бір күні, түк бітірмей кеттім деп. Мен сүйемін өмірді, құшақтаймын жарымдай. Бірде болам көңілді, бірде тұрам қайғырмай. Ал осы челленджімді мен орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Оразақын Айсұлуға жолдаймын. Армысыздар, әріптестер. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 10 күндігіне орай «Жырлайды жүрек» атты челленджін Абдрахманова Адилян Азазжановнадан қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев. Отан. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты. Боз торғайы бұл оның шырылдаған. Осы челленджді физика пәнінің мұғалімі Мұқаманов Айдар Байтұрсынұлына жолдаймын. Армысыздар, әріптестер. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 10 күндігіне орай «Жырлайды жүрегім» атты челленджін орыс тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Оразақынова Айсұлудан қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев. Майгүлге. Қалақта едің, қабіріңде қалақ тұр, туғаныңды, өлгеніңді санап құр. Сенің аңқау құлағыңдай қалқиып, қыр басынан ала жақа қарап тұр. Қызым менің, гүлім менің аяулым, жатыр молаң жотасындай қоянның, құлпытастың құны маған дестейін, бірақ таспен қалай жаншып қоярмын. Қойман, отан, керегіне көк тастың, қыста аққар, жазда шалғын шөп бассын. Өзің келген май айында ақ нөсер, ағыл тегіл бізден бірге жоқтасын. Керегі жоқ көктасын. Осы челленджді дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Мұқаев Талғат Болатқанұлына жолдаймын. Армысыздар, әріптестер. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 10 күндігіне орай «Жырлайды жүрек» атты челленджін Мұқаманов Айдар Байтұрсынұлынан қабыл алды. Мұқағали Мақатаев. Есіңе мені алғайсың.
жауып тұрған көктемде гүл тере барсаң бөктерге қоңыраулатқан аспанды найзағай шаншып өткенде есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанды найзағай шаншып өткенде есіңе мені алғайсың. Осы челленджді биология пәнінің мұғалімі Тезекбаева Гүлбануға жолдаймын. Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің 10 күндігіне орай ұйымдастырылған «Жырлайды жүрек» атты челленджін дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Мұқаев Талғат ағайдан қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев «Бақыт деген не өзі?» деген не өзі? деп бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әресті. Бір айтады: бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше киіп ішсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады: жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең керек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады: бақыт деген жүйрік мініп той тойлау. Ісің болмай күйбеңменен қарын тойса карт ойнау. Бір айтады: бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Адам баласына келмес оңай сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да, мансап жетпес бір адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақұтты. Он алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты. Осы челленджді музыка пәнінің мұғалімі Дәуежанова Жұпар апайға жолдаймын. Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің 10 күндігіне орай ұйымдастырылған «Жырлайды жүрек» челленджінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Тезекбаева Гүлбану апайдан қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев шеше: сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатсам дағы құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып, өз-өзіңнен шашылмағын. Байрағы берекеңді қашырмағын. Челленджді тарих пәнінің мұғалімі Балапанова Меруерт апайға жолдаймын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 10 күндігіне орай ұйымдастырылған «Жырлайды жүрек» атты челленджін мектебіміздің музыка пәнінің мұғалімі Дәуежанова Жұпар апайдан қабыл алдым. Өзім жетекшілік ететін 5-ші А сыныбының ұстаз аналарымен бірігіп, Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған «Саржайлау» әнін тарту етеміз. Қабыл алыңыздар. Sama bulan kau
жалғастыру үшін мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімі Сынурова Перизат апайға жолдаймын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 10 күндігіне орай ұйымдастырылған «Жырлайды жүрек» атты челленджіні мектебіміздің тарих пәнінің мұғалімі Балапанова Меруерт апайдан қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев: «Анашым, асыл анам, есіл анам, елжіреп есіркеймін, есім алам. Мен үшін сен суалтқан ақ сүтіңді ақтамасам, боп жүрмін несін адам». Алыс жолда жүрсем де арып ашық, ағат ойлап түсірмей жаның ашық. Оқытып кешеу барған хаттарымды, отырмысың үрпиіп жаның ашық. Мектебіміздің ағылшын пәнінің мұғалімі Нұрмұхаметова Айзада апайға жолдаймын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 10 күндігіне орай ұйымдастырылған «Жырлайды жүрек» атты челленджін мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімі Сынурова Перизат апайдан қабыл алдым. Мұқағали Мақатаев: «Бесік басында». Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыдағы сәбидің келбетіне. Ояту бұлай тұрсын, рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге. Ұйықта ұлым, ұйықтап өпем, қасыңдамын. Керек емес дүние асылдарың, байлық, бақыт барлығы менің үшін, сенің бүркеп мойныма асылғаның. Аймалайсың жанымды күлкіңменен, тамағыңнан айналдым бір күлдеген. Не дейсің сен бүртиіп, айтшы сәулем, қатықтаған жүректі бір тілменен. Қандай ғана анадан туады адам, сәбилердің ұйқысын қуалаған. О, тыныштық, тыныштық, қандай рахат, сәбилер жыламаған. Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыдағы сәбидің келбетіне. Ояту бұлай тұрсын, рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге.